ұрпақтар сабақтастығын және Қазақстан халқының дәстүрлерін танымал ету мақсатында ұлттық қолөнер тәрбие көзі тақырыбында Сауран жалпы орта мектебінде оқушылардың қолмен жасалған бұйымдарын сіздерге ұсынғалы отырмыз. Бәйтерек, астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында биіктігі 97 метр бәйтерек монументі салынған. Бұл бәйтерек ата-бабамыздың тамыры тереңдеп биікке көтерілгендігін білдіреді. Киіз үй ата-бабаларымыздан келе жатқан ерекше мұралардың бірі болады. Және бұл көшіп-қонуға ыңғайлы және де жиһаздармен қосқанда салмағы 300-400 кг және де негізгі бөлшектері шаңырақ, оқ, кереге, ысқырбалық. Торсық Орта Азиядағы түркі халықтарының қымыз, шұбат, іркіт құяқ, ежелгі ыдысы, әсіресе қазақ, қырғыз, түрікмен, қарақалпақ халықтары пайдаланған. Торсық түйенің, өгіздің, бұғының мойын терісінен жасалады. Торсықтың көптеген түрлері бар болғанмен, оның ішіндегі ең қарапайымы жан торсық. Яғни малшылар немесе жолаушылар оны қанжығасына байлап жүргендіктен, оны жан торсық деп атаған. Тұмар зиянды заттардан, тылсым күштерден тіл көзден сақтайды деп сенген ежелден келе жатқан бұйым. Көне түркілер тұмарға туған жердің топырағын салып алып жүрген. Әдетте тұмарда діни ғұламаларға жазғырып алып, былғардан қаптап, үйге іліп қойған. Кесте өнері қазіргі таңда Түркістан облысы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Кесте өнері қазіргі таңда қалып бара жатыр. Кесте өнері шыдамдылыққа, сабырлыққа, әдемілікке тәрбиелейді. Сауран жалпы орта мектебінің көркем еңбек пән мұғалімдерінің жетекшілігімен атқарылған жұмыстар.